Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге бүгін Амина. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай өте дәмді және өте керемет шығатын духовкада дайындалатын тауық етін дайындаймыз. Ол үшін бізге бір тауық еті қажет. Оны осындай үлкенде турап аламыз. Және де дәмдеуіштер, соя соусы және қаймақ керек. Бұл жерде дәмдеуіштердің ішінде менде қара бұрыш, қызыл бұрыш және тауық етіне арналған дәмдеуіштер бар. Және де тұз салуды ұмытпаңыздар. Енді соя соусын қосамыз. Бұл жерде менде 2 ас қасық соя соусы бар. Енді қаймақ саламыз. Қаймақта 2 қасық саламын. Тоже соя соусы сияқты. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қасықпен араластырсаңыздар да болады, немесе қолмен араластырсаңыздар болады. Маған қолмен ыңғайлы, мен қолмен араластырамын. Мінекей мен барлығын жақсылап араластырып болдым. Енді бетін салфамен жауып 30 минутқа қойып қоямыз. Міне 30 минут өтті. 30 минуттан кейін енді духовканың табағына су май құйып, соны жақсылап жағып шығамыз да осының бетіне тауық етін төсейміз. Бұл жерде тауық етін салфанның астында 30 минуттан артық ұстасаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңызша. Менде уақыт аз болғандықтан 30 минут ұстадым. Уақыттарыңыз егер көп болатын болса, 30 минуттан артық ұстасаңыздар өте дәмді және сочный болып шығады. Мінекей барлығын салып болғаннан кейін бетіне соусын құямыз міндетті түрде. Және де осыны 35-40 минутқа 250 градуста духовкада пісіріп аламыз. Мінекей менің тағамым дайын болды. Жанына гарнирге кез келген нәрсе қоссаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Амина. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.